Саламатсыздар ма достар, менің аты жөнім Спанкулов Маулен, мен кәсіби заңгермін. Бүгінгі видеомызды біз әйелдер қауымына арнаймыз. Осы видеода сіздер өзіңіздің күйеулеріңізбен ажырасқан жағдайда күйеуіңізді қалай алимент төлеуге міндеттеуге болатынын сіздерге айта кетемін. Және де осы сіздің күйеулеріңіз сізге алимент төлемеген жағдайда осы күйеулеріңізді қалай алимент төлеуге міндеттеуге болатынын сіздерге айта кетеміз. Жалпы сізге ажырасқаннан кейін бала, кәмелетке толмаған балаларыңыз сізбен қалған жағдайда сіздің күйеуіңіз сізге алиментті төлеп тұру керек. Ол алименттің сомасына келетін болсақ, бір балаға, яғни кәмелетке толмаған бір балаға 25%, екі балаға 33%, үш немесе одан да көп балаларыңыз болса, онда сізге өзінің табысынан, бүкіл табысынан 50%-ын төлеп отыру керек. Ең алдымен сіздер өзіңіздің күйеуіңізді алимент төлеуді міндеттеу үшін ең біріншіден сіздер сотқа заявление жазуыңыз керек. Ол заявление осы алиментті өндіру туралы болу керек. Сотқа сіздер заявленияны өткізгеннен кейін сот негізі оны өзі шешеді. Оны бұйрық ретінде өзінің шешімін шығаруға немесе сіздерді осы сот процесіне шақырып өзінің шешімін белгілі бір кезеңдерге бөліп процесті қарастырып, содан кейін шешім шығара ма, оны өзі шешеді. Сот сіздің заявленияңызды алып, талқылап өзінің шешімін шығарады. Шешімін шығарғаннан кейін ол шешім өзінің күшіне моментально енеді. Оның күшіне енгеннен кейін сіз ол документті алып, яғни шешімді сот орындаушыларына барасыздар. Сот орындаушына барып, сол документті өткізесіздер. Сол документті өткізгеннен кейін сот орындаушылар сіздің күйеуіңізден алиментті ай сайын оның табысынан ұстап отырады. Сот орындаушы өзінің хаттамаларын сіздің күйеуіңіздің жұмыс орындарына жіберіп, оның айлығы қанша екен, қанша табыс табады екен, соның барлығын біліп, есептеп, сол жерден күйеуіңіздің табысынан белгілі бір ақша сомасын ұстап отырып, сіздерге жіберіп отырады. Ал егер де сіздің күйеуіңіз осы алимент төлеуге келіспесе, ондай жағдайда сот орындаушылар сіздің күйеуіңіздің бүкіл шоттарына аресттер қойып, және қай уақытқа дейін сізге алиментін төлемегенін, осы шотына түскен ақшаны сіздерге аударып отырады. Ал егер сіздің күйеуіңіз ақша таба алмаймын, ақшам жоқ, және тағы да басқа сылтау айтып, өтірік айтып жатқан жағдайда, сіздер сотқа соттың шешімін орындамауы туралы заявление жазсаңыздар болады. Сол заявленияны жазғаннан кейін сіздің күйеуіңіздің бас бостандығынан айырып, қылмыстық жауапкершілікке тартуға болады. Осы ақпаратты естігеннен кейін сіздің күйеуіңіз қандай жағдай болмасын, өзінің қаржыларын алып, сізге алименттерін төлейді. Ал енді достар, біздің осы видеомыз аяқталды. Сіздердің қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы видеоның астындағы ссылкаға басып, менің WhatsApp-ыма қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы алимент жайлы сол жазып, және өздерінің жағдайларыңызды да қосып маған жазсаңыздар болады. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруге тырысамын.